Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 27 тамыз күніне болжам. Бүгінгі күнде шашқайдарға өте жақсы, бір әдемілік береді, интуицияңызды арттырады деп көрсетеді. Жол жүруге де жақсы, бірақ айдың дұрыс емес екенін ұмытпаймыз. Бүгінгі күнде ұлудың күні болғаннан кейін иттерге стресс, ит жылы туылсаңыз, немесе октябрь айында туылсаңыз, сіздерге стресс. Ол кештен басталды. Денсаулықтарыңызды абайлаңыздар. Бүгінгі күнде негізі недвижимость алып сату өте жақсы деп айтады, бірақ ақшасын кешіктіруі мүмкін. Сол жағынан абайлайсыз ғой, түске дейін. Ал түстен кейін уже активный болғандарыңыз жақсы. 21 сентябрьге дейін месяц голодный дух, үйден әдемі тәтті іш шығып тұру керек, пирог, өзіңізден де әдемі іш шығып тұру керек. Соны да ұмытпаңыздар. Енді бүгінгі күннің энергиясы 27-сіне 28-не қараған түні. Айға қарамағандарыңыз дұрыс. Өйткені шамалы дұрыс емес энергия жүру мүмкін айға қарасаңыздар. Және тағы бір ритуал берем байлыққа. Бүгін кешкілік жоқ. Бүгін полностью күннің өзінде, кешкілік емес. Күннің өзіне бүгін қазір азанда жасап қойсаңыздар тіпті жақсы. Север секторыңызге әдемі ақ гүл қойсаңыздар, аққа ұқсайтын, қып-қызыл емес, қызылға ұқсас емес, әйтеу аққа ұқсас, либо ақ гүлдер қойып қойсаңыздар, кәдімгі сол жерде байлық энергиясына, байлық періштесіне бір сыйлап жатқандай қойып қойсаңыздар, өте жақсы. Егер де север секторым жоқ дейтін болсаңыз, бөлмеңіздің север секторына қойып қойыңыздар. Жақын арада сізге ақша келеді, бір қуанышты жаңалық естисіздер осы техниканы жасағаннан кейін. Ары қарай кеттік, болжам. Шыққан жылғы болсаңыз, либо декабрь айында туылсаңыз, 27 тамыз күні бір білімге қатысты, әдемілікке қатысты, сондай энергия жүреді. Бүгін әдемі көргіңіз келе ма, білім алғыңыз келіп тұра ма, балдардың біліміне қатысты бір көңіл аударасыз ба, ойлайсыз ба, либо жүгіресіз ба. Әйтеуір білімді болу керек, адам әдемі болу керек, және өзінде сондай болу керек деген сияқты. Бір жағынан бүгін өзіңізде сондай бір әдемі күйіңіз келіп тұруы мүмкін. Бірақ ұрыс-керістен абайлаңыздар, біреудің секретін біліп қоюларыңыз мүмкін. Либо біреу сіздің секретіңізді біліп қоюы мүмкін. Күндеріңіз жақсы өтсін. Сиыр жылғы болсаңыз, барыс жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, либо февраль айында туылсаңыз, марттың 4-не дейін сіздерге арналады. 27 тамыз күні сіздерге недвижимость арқылы бір байлық ба, либо просто недвижимость алсам екен, сол арқылы байсам екен деп ойлайсыздар ма, либо ақшаңызға тұрған ақшаңызға недвижимость алуды қарастырып жатсыздар ма. Бір жағынан денсаулықты да қара деп көрсетіп тұр бүгінгі күнде. Және бүгінгі күнде білмеймін, жасы үлкен адаммен, әйелмен, жасы кіші әйел туралы бір нәрсе естисіз ба, либо соны ойлайсыз ба, либо біреулер үйлене ма, жасы 1-2 жас үлкен, либо ініңіз 1-2 жас үлкен қызбен жүріп жатырмын дей ма, енді либо слишком үлкен болуы мүмкін, енді әйтеу үлкен ғой жасы деген сияқты жігіттен сондай бір нәрсе болуы мүмкін. Либо өзіңіз жас ер бала болатын болсаңыз, бастығыңыз әйел кісі болса үлкен, мүмкін сізге көмек беруі жұмыстан. Бүгін именно өйткені недвижимостьке қатысты бір ақша келеді, недвижимость ал, либо ақшаңыз недвижимостьке, депозитке салып қойсыздар ма, соған қатысты бір көмек бере ма, сондай нәрсе болуы да мүмкін. Главное, денсаулықтарыңызды абайлаңыздар, асқазанды абайлаймыз. Осы күндеріңіз сәт өтсін. Қояндар, бүгін сіздерге тілек тілеңіздер міндетті түрде орындалады. Адамнан көмек келеді, адамнан көмек сұрасаңыздар, либо өзіңізде біреуге көмек бересіздер ма. Бірақ бүгін періштелеріңіз қасыңызда, тілек тілеңіздер, жақсы ойда болыңыздар деп көрсетеді. Бірақ енді сонымен қоса шамалы травмоопасный күн, именно қояндарға, қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылсаңыз, сіздерге осы арналады. Енді травмоопасный күн, тілек тіле деп тұр ғой, періштеңіз қасыңызда деп. Бірақ жолдан абайлап өт, машинаны жайлап айда. Әйтеу аяқтан проблема болып қалуы мүмкін. Либо аяғыңызды қатты ұрып аласыз ба, либо үйіңізде ұлыңыз ұрып ала ма аяғын. Өйткені шамалы ақсаңдап қалу, темір затқа соғып алу аяқты именно. Соны абайла деп көрсетіп тұр. Денсаулықтарыңызға қараңыздар.
ұлу жылғы болсаңыз, немесе жылан жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылсаңыз, май айында туылсаңыз, бүгін әпке сіңілдерменізбен ұрысып қалмаңыздар. Либо біреудің сол әпке сіңілдермен ұрысып қалғанын естейсіз ба, өйткені үйде либо әйел мен әйелдің ұрысуы, либо енеңізбен ұрысып қаласыз ба, абайлайсыздар ғой. Және мынандай ойда келуі мүмкін. Либо біреуді айтасыз, либо өзіңіз айтасыз, либо балдарды айтасыз. Білім алып жатыр, бірақ мына жұмыста көтерілмейді, бір жұмыс таппай жатыр деген сияқты. Білімді былайша деген сияқты. Сондай энергия жүріп тұр. Тамақта байлаңыздар, мороженое жеп тамақтарыңыз ауырып қалмасын, және темір заттан абайлаңыздар, саусақтарыңызды кесіп қалмасын, абайлайсыздар ғой денсаулыққа. Және бір жағынан сіздерге сол затты жоғалтып алма, тастап кетпе, ұмытып кетпе деп көрсетіп тұр. Бүгін сол өзіңізге сәттілік алып келетін Алла тағаланың 99 есімдерін біреуін айтасыз ба, өзіңіз білетін дұғаны айтасыз ба, әлде аффирмация айтасыз ба өз еркіңізде. Бүгін сол ұлу жыландарға сәл стрессімен, ұлудың күні деген айтқанмен де. Жылғы болсаңыз, немесе июнь айында туылсаңыз, шілденің 7-сіне дейін сіздерге арналады. 27 тамыз күні мен кештен басталады ғой, бір күн бұрын кештен. Балдарым сондай ақылды, жақсы ақшаны есептейді деуіңіз мүмкін, бірақ күннің өзі шамалы тез бола қоймады, тез жасай қоймады ананы, либо өзім тез жасай қоймадым деп. Тез дегеннің кесірінен шамалы бір стресс болуы мүмкін, эмоцияңыз шығуы мүмкін, жылап қалуыңыз мүмкін, тез ашулануыңыз мүмкін. Бірақ оттан да абайлаймыз. Өйткені қатты эмоция келген кезде оттан да абайлау керек деп көрсетеді. Шамалы стресс күн. Ұрысуыңыз да мүмкін, өйткені мықты сөйлейсіз де. Бір жағынан шамалы ақша түсуі мүмкін сізге бүгін. Қой жылғы болсаңыз, мешін жылғы болсаңыз, бүгін немесе шілде айында туылсаңыз, немесе август айында туылсаңыз, тамыз айында, сіздерге арналады. Сентябрьдің 7-сіне дейін туылған болсаңыз августте. Бүгінгі күн сіздерде негізі бір недвижимостьпен айналыспа. Негізі недвижимостьпен айналыспайсыз ба, бірақ кезінде жақсы ақша келеді, бүгін сол недвижимость бір шамалы ақша келмеді дейсіз ба? Либо документтермен жүгіресіз ба, сатам деген сияқты. Бір соған шамалы шаршауыңыз да мүмкін. Бірақ абайлайсыздар ғой, документін сататын кезде шамалы аз ақша болып қалмасын, ойыңызда өзінің несінен төмен болып. Денсаулыққа қараңыз. Біреудің онкология болып ауырып қалғанын естейсіз ба, біреу денсаулығы дұрыс емес болғанын естейсіз ба? Және өзіңізде денсаулықтарыңызға қарауыңыз керек. Бірақ недвижимостьке қатысты, жерге қатысты, бір қымбат затқа қатысты бір ақша келу керек деп көрсетеді сонда да. Бірақ ортада қалып тұрған сияқты, бір көңіліңіз қалып тұрғандай, сондай дұрыс емес жұлдыздармен жүріп тұр да, енді абайлайсыздар ғой. Балдардың үйде құлағында абайлаңыздар. Тауықтарға, тауық жылғы болсаңыз, немесе сентябрь айында туылған болсаңыз, сіздерге бүгін ол кештен энергиясы жүрді, ұшынып қалмаңыздар деп көрсетеді. Өйткені құсқыңыз келетін, сондай бір энергия келіп тұр. Егерде ешқандай сол ұшынған жоқ, күйеуім осы тауық жылға дейтін болсаңыз, бүгін қыдыруға жібермеңіздер. Бірақ металлический заттан абай болу керек деп тұр тауықтарға. Кесіп алу мүмкін, либо тістеп алу мүмкін, ит тістеп алу мүмкін десем бірте бір не жазыпты оқырманым, балам тістеп алды деп. Сондықтан абайлайсыздар ғой, тауық жылғы қыздар, тауық жылғы жігіттер тістеп алудан, ұшынып қалудан және қолды кесіп алудан. В общем, денені жарақаттап алудан ғой. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ит жылғы болсаңыз, доңыз жылғы болсаңыз, немесе октябрь айында туылсаңыз, ноябрь айында туылсаңыз, декабрьдің 7-сіне дейін сіздерге арналады. 27 тамыз күні бастарыңыз абайлаңыз деп тұр. Бас ауруы мигрен бола ма? Бастарыңыз соғып аласыз ба? Әлде қырсықтықтың кесірінен бірмен ұрысып қалуыңыз мүмкін, әсіресе папаңызбен, либо есіңізге алуыңыз мүмкін. Мен сондай қырсық бала папаммен сол үшін ұрысатын деп. Либо күйеуіңіз, либо өзіңіз әке болатын болса, балдармен бүгін қатты болуыңыз мүмкін. Балдар тыңдамайды, вообще сөзді тыңдаудан қалды деген сияқты. Қырсығып, сіз балдарға қырсық, балдар сізге қырсығып деген сияқты. Сондай конфликт болуы мүмкін, қырсықтықтың кесірінен, қаталдықтың кесірінен, либо балдар тыңдамады дегеннің кесірінен, либо өзіңіз соны еске аласыз ба? Мен қырсық айтқан істемеу үшін папам соған маған сөйлейтін еді деген сияқты. Сондай энергия жүреді. Барлығы жақсы болсын деп тілеймін. Бірақ бүгін сіздерге қыдыру, той, либо концертке барып қайтасыздар, әйтеуір көңіл көтересіздер, либо қонақ келуі мүмкін деген сияқты. Өте күшті күн.
күндеріңіз сәтті өтсін. Барлығы жақсы болады. Бүгінгі техникалар жасаңыздар.